Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ман қала яумал джумуати ли сахибихи сах вал имаму яхтуб фақад лага." Яғни, кімде-кім имам хутбада, уағызда тұрған уақытта, хутбада, екі азаннан кейінгі хутбада имам тұрған кезде кімде-кім жанындағы бауырына тыныш отыр деп айтатын болса, онда ол лағу жасады дейді. Осыншалықты имамның хутбадағы уағызын, хутбасын тыңдауды біздің шариғатымыз міндеттейді, жүктейді. Сондықтан бір хадисте де келеді: кімде-кім имам хутбада тұрған уақытта қолында таспен ойнайтын болса дейді, алдында жатқан таспен ойнайтын болса, ерігіп отырып ары бері, мүмкін сотовыймен ойнады, тастың мысалы, немесе бас киімін ұстап алып оны былай бүйтіп қозғап отырды мысалы. Бізде енді қыста бас киімсіз ешкім мешітке келмейді. Күн, қыс салқын болғаннан кейін, суық болғаннан кейін. Олай болатын болса, сауабының барлығы кетті деп айтатында хадис бар. Демек, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл жерде лағу сөзін қолданып отыр, тағы да әшейін бос іс, яғни отырғаннан, хутбаны тыңдағаннан ешқандай сауап болмады. Яғни оның сол жерде отырғаны босқа кетті деген мағынада пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям лағу сөзін қолданған.